Сәлем достар, бүгінгі видеода вафлидің рецептісімен бөлісемін. Өте қарапайым ингредиенттерден тұрады. Шұңғыл ыдысқа 2 жұмыртқамызды шағып аламыз және үстіне 1 шымшым тұз сала отырып миксердің көмегімен араластырамыз. Бұл вафлиді тек қана миксермен ғана емес, сонымен қатар венчиктің көмегімен де жасауға болады. Алғашқы көбіктер пайда бола бастаған кезде бірден қантымызды саламыз да миксердің көмегімен тағы да араластыруды жалғастырамыз. Қант толығымен еруі қажет, соған назар аударыңыздар. Қант толығымен ерігеннен кейін микроволновкаға ертіп алынған сары майымызды қосамыз. Сары май өте қатты ыстық болып кетуге болмайды. Егер қатты ыстық болып кететін болса, онда жұмыртқамыз біздің пісіп кетуі мүмкін. Массамызға сары май толығымен араласқаннан кейін ұнымызды саламыз да миксердің ең төменгі жылдамдығынан бастап араластырып бастаймыз. Қамыр толығымен дайын болды, енді вафлиді пісіруді бастаймыз. Қызып тұрған вафельницаға екі жағына да сұйық майымызды жағып аламыз. Бұл біздің вафлиларымыздың жабысып қалмауы үшін қажет. Толтырмай 2 ас қасықтан қамырымызды салып 3-4 минутта вафлиларымызды пісіріп аламыз. Пісіп дайын болған вафлиларды суып қалмай тұрып, тез-тез трубочка формасына келтіріп ораймыз. Міне осылайша барлық қамырларымызды пісіріп аламыз. Міне осы рецептпен жасасаңыздар, сіздерде осындай вафлилар дайын болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.